Арма қазағым, алдыңғы видеоларда мен Гераклге қатысты аңыздағы символизм туралы айтқан едім. Бұл видеода мен түйме қыз туралы әңгіме қозғағым келеді. Түйме қыз ертегі шынымен махаббат туралы ма, я басқа тақырыптарды көтере ма? Негізінде түйме қызда өте сексуалды тақырыптар көп. Я, дұрыс естідіңіз, сексуалды тақырыптар. Алдымен түйме қыз жалғыз басты әйелдің үйінде дүниеге келеді. Содан кейін түйме қыз өскеннен кейін оны бақа ұрлап кетеді. Бұл жерде бақа түйме қызды ұрлағанда қыз ұрлау, қыз алып қашу ежелгі дәстүр туралы айтылатын жер болады. Содан негізінде бақа деген ол кім болады? Бақа деген ол шешесінің айтқанынан шықпайтын еркектің символы болады. Түйме қыз бақадан қашып қоңызға кездеседі. Қоңыздың жолдас жоралары түйме қызды ұнатпайды. Содан кейін қоңыз жігіт түйме қыздан бас тартып, түйме қызды орманда тастап кетеді. Сонда мына қоңыз жігіт ол біздің қоғамдағы өзінің жолдас жораларының айтқанынан шықпайтын еркекті сипаттайды. Содан кейін түйме қыз орманда тышқанға кездеседі. Ол тышқанның жынысы әйел болады. Сондықтан бұл жерде сәл лесбикелік тақырып бар деп айтуға болады. Алайда тышқан да түйме қыздан шаршап кетіп, түйме қыздан құтылмақ болады. Қалай құтылғысы келеді? Оны күрт тышқанға күйеуге беріп құтылғысы келеді. Күрт тышқан деген ол кім болады? Күрт тышқан деп біздің қоғамдағы жаңағы қыздарды тарелочница, чайка деп қыздарға бір шай алып беруге ақшаларын қимайтын жігіттерді сипаттайтын символ болады. Сонымен соңында әйтеуір түйме қыз ол жігіттен де қашып өзінің теңіне кездеседі. Сөйтеді да әйтеуір бақытқа қол жеткізеді. Енді менің бүкіл қазақ қыздарға тілегім, өз теңіздеріңізді табыңыздар. Мынандай бақа сияқты қоңыз жігіттерден, күрт тышқан жігіттерден аулақ болыңыздар. Бекерден бекер қазақ айтпаған екен, қыз деген 40 шырақты дейді. Мына түйме қыз да 40 шырақты болып, қаншама еркектің қолынан өтіп, дегенмен соңында өз бақытына қол жеткізеді. Аман болайық қазағым.